Бүкіл Қазақстанның назарында болған фестиваль 6 сағатқа созылды. Лирика, шоу, би барлығы Гәкку дауысы 2022-де болды. Алдымен кештегі тосын сыйдан бастайық. Сахнаға Black Dial оралды. Алдағы уақытта біз осы шешімді қабылдап, BD болып команда ретінде өзіміздің жұмысымызды жалғастырамыз. Алдағы уақытта бізден жаңалық күтіңіздер. Сонымен қатар 3 жыл бұрын Гәкку дауысына көрермен болып, ал биыл әнші ретінде сахнаға шыққандарды назарларыңызға ұсынамыз. Олар Колорит пен Думан Марат. 2019-да мен әшейін андай колледжде оқып жүргенмін ғой. Осы көзде ойлағанмын мен. Осы келесінде негізі айтуым керек деп ше. Құдай қалап айттық қой. Ой, бұл неткен бір керемет, эмоция толып тұр. Бұл Қобланды мен Әбілмансұрдың жарық әнін орындағаннан кейінгі эмоциялары. Өткен жазылған емес жарығы, өткен сайын жылдар аңыстады. Атмосфера өте жоғары деңгейде болды. Адам өте көп. Ол әрине біздерді қуантады. Жастардың, Алматы қаласының жалпы күллі жастары осы орталық алаңға жиналып, керемет бізге керісінше керемет эмоциялар сыйлады. Қала күніне орай ұйымдастырылып жатқан шараға тіпті барлық алматылықтар жиналғандай болды. Олардың біразы арулар сияқты. Оны сахнаға тұрар шыққанда байқадық. Мен ешкімді ұнамай, өтірік сезім болған менен қаламай. Өте күшті болды енді. Көңілде кішкене не бар еді, кірбің бар еді, то что біз выступать ете алмай Америкаға бармай қалдық деген өкініш бар еді, бірақ зато осындай керемет фестивальда Гәккудің 2022 жылғы ең үлкен Қазақстандағы фестивальда выступать еттік. Жоқ, 2019 жылы менде Сарығыз деген өлең бар тұғын. Сол өлеңмен өзім ұсынғам, Гәккуге айтайыншы деп алмай қойғам мен. Осы жағдайдан кейін әнші 3 рет үлкен жеке ән кешін өткізіп, халықтың жүрегіне жол таба алды. Осы қатарға Әміре де кіреді. Әншілер көптен күткен еліміздегі ең ауқымды фестивальге үлкен дайындықпен келді. Солардың бірі Сеймо және ерекше образымен таң қалдырған Диас Аблаев. Мен барлығына алғыс білдіремін. Жоғары деңгейде өтті. Аха екеуміз жаңа трегіміздің тұсауын кестік. Қиын болғаны түсірілім дайындық барлығы әсер етіп, мен ауырып қалдым. Ауырып қалса да жанды дауыста ән шырқаған тағы бір әнші болды. Ол Айқын. Көңіл-күй күшті, бірақ жақында уикенд концерт беріп, сахнаға шығып, дауысын сарвал же. Вот я хотел тоже выйти, достармен дауысым сарвал. Мен ән айтпай қойын деп кетіп қалай деген, бірақ келгеннен кейін ұят болады. Айдана Меденова жуырда ғана тұсауын кескен сол бір кеш әнімен шықты. Өте керемет өтті. 3 жылдық үзілістен кейін Гәкку дауысы бір басқа деңгейге шыққан сияқты. Бүгін адамдар да келген, сағынып келген сияқты, сондықтан керемет болып жатыр. Рахмет. Аньохасу сіздермен бірге 91. Гәкку дауысына жиналған Eagles'дардың 91 деп байқалаған дауысын естімеу мүмкін емес. Гәкку дауысы қыркүйекте болғандықтан жан-жақтан келген студенттерге өте қызық және өте андай бір керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Артистерді көруге тегін. Соңғы жылда біраз хиттерді жазып, өз тыңдарманын таба білген қаракесекті лайнаптан көргенде қуанғандардың саны аз болмады. Кештегі хедлайнер Джахалев өзге артистер секілді аса дайындалмаған. Гәкку дауысын сіздер көп күттіңіздер. 3 жыл барлығы жақсы өтеді деп үміттенеміз. Мен концерт жиі беріп жүргендіктен дайындық болған жоқ. Импровизация жасаймын. Так, 100 песничных подкатов.
Едем в шоколадах, коммунных подкатах. Я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло всем ассалам алейкум. Если чё, я покажу. Осылайша Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған гаку дауысы 2022 аяқталды. Келе алмай қалғандар онлайн тамашалады. Ал сіз үлгермесеңіз жақын арада YouTube арнамыздан көре аласыз. Барлық қызық сол жерде. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздердің махаббаттарыңыз үшін біз әрдайым қызмет етуге дайынбыз.